Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы жеңіл атлетика, орта қашықтыққа жүгіру, 1500 метр уақытқа жүгіріп келу. Сабақтың мақсаты түрлі физикалық жүктемелердің орындау кезінде ағзаны физикалық дайындау талаптарын және олардың ағзаның энергетикалық жүйесіне әсер етуін түсіну. Жеңіл атлетиканың қысқаша тарихына келетін болсақ, оқушылар, жеңіл атлетикадан жарыс біздің эрамызға дейін 776 жылы өткізілген. Бұл туралы ежелгі грек олимпиада ойындары туралы жазбаларда анық жазылған. Сол замандарда жарыс тек ұзын сонар алаңда жүгіру жарысымен шектелген. Ерлер мен әйелдер арасындағы бәсеке жеке-жеке өткізілген. Жүгіру түрлері, оқушылар, қысқа қашықтыққа жататын қашықтық түрлері 100 метр, 200 метр, 400 метр жүгіру. Орта қашықтыққа жүгіру түрлеріне 800, 1000, 1500, 2000, 3000 метр қашықтыққа жүгіру жатады. Ұзақ қашықтыққа 5000, 10000, 20000 метр және 42 шақырымдық марафон және 50 шақырымдық кросс жатады. Бүгінгі міне біздің оқушылар өткелі отырған тақырыбымыз орта қашықтыққа жүгіру, 1500 метр жүгіру. Жүгіру кезіндегі қауіпсіздік ережелері. Бірінші, қысқа қашықтықтарды тек өз жолымен жүгіру керек. Екінші, басқа жүгірушінің жолына өтіп кетуге болмайды. Үшінші, жүгіріп келе жатып кілт тоқтауға болмайды. Төртінші, қатарласа жүгіріп келе жатқан сыныптастарыңмен әңгімелесуге, оларға тым жақындауға болмайды екен. Оқушылар, жалпы дамыту жаттығуларын жасаймыз. Оқушылар, жалпы дамыту жаттығулары бастан бастап кеуде жаттығулары, бел жаттығулары, сосын аяқ жаттығулары. Оны өздерін күнделікті сабақта жасап жүрміз. Сол жалпы дамыту жаттығуларын жасаймыз. Жалпы дене жаттығуларын орындап болдық. Енді біздің келесі бөліміміз негізгі бөлім. Тақырыбымыз орта қашықтыққа жүгіру, 1500 метр қашықтыққа уақытқа жүгіріп келу. 1500 метр қашықтыққа жүгіру үшін сөреден дұрыс шығудың маңызы өте зор. Келесі, оқушылар, жүгірушілер жоғарғы сөрелік қалыпты пайдаланады. Бұл ретте сөре сызығынан кейін алдыға күшті деп есептелген аяқты қою керек. Дайындал командасы бойынша аяқты бүгіп, кеудені ілгері еңкейтеді. Және марш командасымен басталады. Оқушылар жеңіл атлетика қауіпсіздігін біледі, гигиеналық талаптарды орындайды, арнайы дене жаттығуларын жасап біледі. Оқушылар, бүгінгі сабақтың бағалау критерийлері. Дене жаттығуларын жасап нақтылау, тапсырманы орындап көрсету, салауатты өмір салтын ұстануды түсіну. Оқушылар, үйге тапсырма. Мына суреттегі тапсырмаларды, жаттығуларды орындап, салауатты өмір салтын қалыптастырамыз. Денсаулығымызды нығайтамыз. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау, саламатта болыңдар.